Өмірден сырғы баққан жая қыстар, қарияға қарасаң, аяныш бар. Ей қарағым, қарт көрсең, сыйлап жүргін, сенің де кезің келер. Таяқ ұстар деп, қартын қазынасына балайтын халықпыз. Бүгін қарттарды сыйлау аясында емес, қайта қарттық келгенше армандар үшін жұмыс жасайық дегенді айтпақшымын. Себебі осы Чыңдыл қаласына келетіннен бұрын Үрімжі қаласында болдым 2 күн. Үрімжі қаласында сол Алтайдан, Іледен, Құлжадан, Сауаннан келген кісілермен жүздесіп, осы Малайзия елінде оқу туралы айттық. Сол кезде мықты ағаларымыз бар екен, осы докторант оқыған қойшы кісілер, және жас кездеріңде көріп алыңдар, елді мекен жерді білдіңдер, көріңдер деп көбірек шабыт берді. Қарттық келген кезде өкінесіңдер деп. Бүгінгі осы бір шумақ өлеңде де айтуға себепкер болған, осы Чыңдыл өлкесіне келгенде біз 50 минут ерте келіп алдық Үрімжіден. Бірақ аэропортқа жеткенше 30 минуттай уақытымыз өтіп кетті. Бұл уақыт осы Бейхай қаласына саяхатқа барған біраз қариялар бар екен, 60, 70, 80-дегі кісілер. Сол кісілер және дөңгелек арбамен түсіп болғанша біраз уақытымыз өтіп кетті. Енді қарап көрсеңіз, барлығы әрең-әрең жүріп жүрген кісілер шынында аяп кетесіз, және қартта аяныш бар деп айтып жатырмыз. Ол кісілерде бұрын уақыт болмады емес, болды, бірақ дұрыс пайдаланбады. Достар, сондықтан осы қарттық келгенше жұмыс жасап үлгеріңіздер. Өйткені қарттық келген кезде және дәмді тағамдардың дәмін сезе алмай қалуыңыз мүмкін. Жақсы жерлерде өзіңіз жүріп тұрып көре алмай қалуыңыз мүмкін. Сондай қолайсыздықтар алып келуі мүмкін. Және бір осы Қастер ағаны да мадақтай кеткім келіп тұр. Өйткені не үшін мадақтаймыз дегенде, бұл енді текесте Квасчер деген атпен танымал сіздерге ағылшын мұғалім. Кезігейік деп айтқанда 5-ақ минутта шешім жасап, Үрімжіге келетін билетті алып болды. Мінекей жұмыс бітіретін адамдар бөлек арман үшін және нақты жұмыстарды атқаратын адамдар өз шешімді тез жасайды, тәуекелшіл болады дегендей. Мәңгі дайындықта жүрмеңіздер, дайындықта жүрсеңіздер, қарттық келгенше ештеңе бітіре алмайтын боласыздар. Сондықтан әрдайым армандарыңыз үшін уақыт бөліңіздер. Қарттық келгенше армандарыңызға жетіңіздер. Қарттық жақсы ғой, бәрімізге қарттықты бұйырсын. Қайтайланып келгенше осы экран алдындағы көз көрген сіздер аман болыңыздар, біздер аман болайық.